Құрметті студенттер, бүгін біздер геоэкология бөлімі бойынша қоршаған ортаның антропогендік өзгеруі деп аталатын келесі тақырыбын өтпекшіміз. Енді осы тақырыпқа қатысты біздерде бүгінгі сабақта қолданылатын негізгі Қаймолдинованың оқулығы 10 сыныпқа арналған және атлас контур карталар, қажетті құрал саймандар. Бүгінгі тақырыбымыз жаңа айтып өткендей қоршаған ортаның антропогендік өзгеруі деп аталады. Енді сабағымыздың негізгі мақсаты табиғат қасиет ететін антропогендік факторлардың азайту жолдары, қоршаған ортаға жауапсызбен қарауға жол бермеу жастардың бойында, яғни сіздердің экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Енді антропогендік өзгеріс дегеніміздің өзіне антропос деген сөздің мағынасын атын болса, ол адам, яғни адамның қолымен, адамның шаруашылық әрекетінің нәтижесінде түзелген табиғи орта, немесе оған келген кеселді айтады. Ойланып көрелік. Мынау біздің Қадыр Мырзалиев атты жерлес ақынымыздың «Қызыл кітап» деген өлеңі. Мылтық көрсем төрлерден іліп қойған, менің мазам кетеді күдік тойдан, жұртпен бірге мәз болып ду-ду етіп, қайта алмаймын одан соң күліп тойдан. Аңшылыққа қалай жұрт қызығады, қан жуады олардың ізін әлі, көргеннен ақ мылтықты менің үшін дүниенің дидары бұзылады. Аяймын мен анасыз атасызды, аяймын мен құлынсыз ботасызды, хайуанатқа жасаған қиянатың, бауырыңа жасаған опасыздық. Ақынымыз жырлаған жаңағы «Қызыл кітап» деген сөздің мағынасын сіздер мен жақсы түсінеді ғой деп ойлаймын. Себебі сіздер онымен төмен кластың география немесе жаратылыстану, биология сабақтарынан жақсы танысыздар. Мынау біздің кабинетіміздегі Батыс Қазақстан облысына тиісті «Қызыл кітап». Яғни мынау біздің Батыс Қазақстан облысының картасы және осы «Қызыл кітапқа» енген жануарлар мен өсімдіктердің дүниесі. Мысалға міне шірен қызғалдары, я болмаса міне ақ бөкендер, я болмаса сиреп орманда құрып бара жатқан мынау ит мұрын тәрізді өсімдіктер. Ендеше ойымызды ортаға салып көрелік. Адамзат жаралғаннан бастап сол табиғатпен тұтасып өмір сүріп келеді. Біздің кешегі көшпенді бабаларымыз табиғатпен жарасып, үйлесімді өмір сүру өркениетінің ең шырқау шыңына шықты. Жыл мезгілдеріне қарай қоныс жаңалады. Аспанға қарап ауа райын болжады. Табиғатты тану арқылы арысы жаратушыны, берісі өзін өзі таныды деп ойлаймыз. Енді сіздерге бір сұрақ. Қазақтың ата кәсібі мал өсіруде жаз жайлау, қыс қыстау деген қағиданың мәнін түсіндіріп көрелікші. Әрине, біз ойланып болсақ, оның бар мағынасы мынада екен. Жаз жайлау, қыс қыстау дейді. Қазақ ежелден көшпенді халық. Яғни мал соңын еріп, сол малдың күйін күйттеп, мал арқылы өзінің шаруашылығын құрып, сол шаруашылық арқылы өзінің тұрмыс дәрежесін арттырып. Ал жаз жайлау деген сөздің өзі бұл жайлауға шығу, яғни жайлаудың шөбін жаңағы малға пайдалану. Бұның өзі жаңағы қазіргі телімдік шаруашылықтар. Қазір бір жерді жаңағы сақтап, екінші бір жерді малға азық қылады. Міне осы мағынада айтылған сөз. Яғни қазақтың қағидаларының өзі табиғат қорғауда ерекше рөл атқарғандығын біз осыдан көруімізге болады. Енді қазақ дегенде біз өзіміздің жаңағы ақын жазушыларымызды, немесе олардың осы табиғат туралы олардың лирикалық жырлары, немесе әсем поэмаларын айтпай кете алмаймыз. Соның ішінде міне ұлы педагогымыз Ыбырайдың өзінің жаңағы, немесе кеше ғана 175 жылдығын тойлаған Абайымыздың өзі, ұлы Ілияс, Сәкен, немесе мағжандарымыз барынша мынау табиғи ортадағы тіршілік иелерінің жаңағы іс-әрекеті, олардың адамға пайдасы, немесе табиғаттың сұлулығын ерекше жырлап өткен екен. Сіздерге сұрақ, табиғат лирикасына байланысты қандай өлеңдерді білеміз? Әрине, бұл жерде біздер ұлы Абайдың жылдың 4 мезгіліне байланысты тамаша өлеңдерінің өзін жаңағы
есте ұстауымыз шарт. Абайдың қыс туралы өлеңі. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Әрине біз бұл ұлы Абайдың қыс туралы өлеңінен керемет табиғаттың бір тамаша мезгілін, немесе адамдардың осы мезгілдегі іс әрекеті, болмаса олардың табиғатпен тура тіршілік қарым-қатынасын жақсы сезіндік деп ойлаймын. Ендеше бүгін тақырыбымыз мені антропосфера, техносфера және техногенез дейді. Антропогенез дегеніміз адам еңбегінің әсерінен даму процесі, немесе табиғи объектілердің өзгерісі дейді. Манадан бері қарай айтып жатырмыз. Антропосфералық жаңағы географиялық қабық бұл 18 ғасырдан бері қарай адамдардың мысалға мал шаруашылығына, өнеркәсіппе, болмаса басқадай тікелей теңіздегі мұхиттағы шаруашылық әрекеттеріме осылардың ешбір ізсіз қалмағанын көреміз. Ол 19 ғасырларда, тіпті 20 ғасырда одан сайын үдей түсті. Географияда антропосфералық қабат деген ұғым пайда болды. Яғни адамның тікелей шаруашылық іс әрекетінің нәтижесінде түзілген табиғи орта деген сөз. Енді биосферада антропогендік әсерлердің өте көп өзгерген ерекше аудан бөлініп алынады. Және оны техносфера деп атайды. Техносфера аты айтып тұр. Яғни ғылыми техникалық прогрестің өте мықты дамуына байланысты қазіргі замандағы барлық мысалға өнеркәсіптік қалаларда, шаруашылықтағы бүкіл химияландыру, тағысын тағы жаңағы іс әрекеттердің осы жаңағы анықтамаға тікелей қатысы бар. Техногенез бұл антропогенездің құрамдас бөлігі, яғни адамның өндірістік еңбегінің әсерінен табиғи ортада болатын өзгеру процесі екен. Адам еңбегінің нәтижесінде биосфераның түбірі мен техногендік объектілерге түрленген бөлігі адамзаттың әлеуметтік экономикалық қажеттілігін жақсарту мақсатында техникалық заттың тікелей немесе жанама көмегімен адамдардың түрленіп пайда болған биосфераның яғни бір бөлігі екен. Міне осы антропогенездік іс әрекеттің нәтижесінде мен айттым жаңа табиғи орта мүлдем өзгеріп геожүйелер пайда болды. Яғни геожүйе бұл ірі геожүйе. Шындығына келгенде жер шары бойынша өндірістік шаруашылық қарым-қатынастық іс әрекеттерінің нәтижесінде пайда болған жаңа жүйе болып есептелінеді. Бұның әрине біздің материалдық қажеттіліктеріміз үшін, адамзаттың керек жарағы үшін, тамағы, басқа да жаңағы өнімділік қажеттіліктер үшін өте маңызды олар. Бірақ дей тұрғанмен де бұл геожүйе қазіргі таңда адамзат баласын өте қатты алаңдатып отырған жүйе болып есептелінеді. Яғни техногенез нәтижесінде жердегі геожүйелер табиғи ортаның антропосфера деп аталатын бөлігін қалыптастырды. Осы бөлік экологиялық максимал әсер ететін географиялық қабықшадан құралған екен. Яғни бүгінгі біздің жаңағы бар мақсат міндетіміз осы қабықшадағы тіршілік болмысын жаңағы немесе өзара географиялық компоненттердің бір-бірімен байланысын зерттеу болып тұрғаны бізге айдан анық болса керек. Енді соның бірі дүниежүзілік су қорларының ластануына тоқталайық. Ластанудың өзі биологиялық ластану, химиялық ластану немесе физикалық ластану деп аталады. Егер де біз мына картаға қарайтын болсақ, бұл дүниежүзінің саяси картасы. Осы саяси картада мемлекеттердің ықылым заманнан бері қарай, анау 15 ғасырдан бері қарай, шындығына келгенде алып кемелермен бір-бірімен өзара экономикалық, сауда-саттық байланыстарды жүзеге асырғандығын білеміз. Бірақ осы әлемді алып жатырған, мынау
79% алып жатырған осы су айдынының өзінің қазіргі жай-күйі қандай деген мәселе біздерді ойландырады. Әсіресе мынау Атлант мұхиты, немесе Тынық мұхиты, Үнді мұхиттары мұнай жаңағы өнімдерімен мықты ластанған екен. Ол қазір солтүстік мұзды мұхитқа да жетті. Яғни бұл мұхитпен де жаңағы әлем елдері бір-бірімен тікелей байланысты. Ал енді өзіміздің күнделікті пайдаланып отырған суымыз, оның жағдайы қандай? Қазіргі таңда ол адамзат баласын мықты алаңдатарлық күйде. Бар жоғы әлемде, сіздер білесіңдер, адамзаттың өнеркәсіп, шаруашылық, тұрмыстық қажеттіліктен пайдаланатын судың мөлшерінің өзі 2-2%. Сонда біз ойлап көрейік, осы судың өзінің қазіргі жай-күйі, яғни адамзат болашағына қандай жаңағы ой салатындығын. Енді қарайық, биологиялық ластану. Бұл өсімдік жануар микроорганизмдер жаңа аш бейім заттарға байланысты өтетін ластану түрі. Химиялық ластану, бұны айтпаса да түсінікті. Уытты және су ортасының табиғи құрамдарын білдіретін химиялық элементтердің суға түсуінен пайда болады. Физикалық ластану дейді, жылу, қызу, электромагниттік өріс, радиоактивті заттардың әсерінен. Міне осы үш құрамдас бөліктегі ластану жолдары дүниежүзілік су қорлары немесе тіпті қазіргі уақыттағы барлық жер асты суларына дейін барлығында ластауда екен. Ендеше біз осы жаңағы сөзіміздің дәлелі ретінде бейнефильм қарайық. Жердің 70%-ын су алып жатыр. Тіршіліктің маңызды қайнар көзі болғандықтан, оның ластануы ғаламдық мәселе. Зиянды заттар өзенге, көлге және теңіздерге түскенде су сапасы нашарлайды. Бұл судағы тіршілік пен адам денсаулығына зиян тигізеді. Көп түрлер ластанған суда тіршілік ете алмайды. Сондықтан біз судағы жануарлар мен өсімдіктер арқылы ластанудың бар жоғын біле аламыз. Судың көп бөлігін адамзат ластаған. Ауыл шаруашылығында қолданылатын химикаттар су ластануының негізгі көзі. Фермерлер дақылдардың өнімділігін арттыру үшін оларға тыңайтқыштар мен пестицидтерді себеді. Бұл заттар жауын шашын түзген арналар арқылы табиғи су жолдарына жетіп, эвтрофикацияны тудырады. Эвтрофикация тыңайтқыштардағы азот, фосфор сияқты қосымша қоректік заттар су экожүйесінің тепе-теңдігін өзгерткенде пайда болады. Фитопланктон өсімдіктерге ұқсас микроскопиялық ағза. Олар бұл қоректік заттарды өсу үшін қолданып, тез арада көбейеді. Бұл суды балдыр басып кетуіне әкеледі. Балдырлар көмірқышқыл газмен қоректенеді, және олардың жоғарғы тығыз қабаты күн сәулесін бөгейді. Бұл өзге өсімдіктерді не өлтіреді, не өсуін тежейді. Өсімдіктер өлгенде, судағы еріген оттегін тұтынушы бактериялар арқылы бұзылып шірейді. Ақыр соңында су өлім аймағына айналады. Ағынды сулар су айдынына ағып, эвтрофикацияға әсер ететін қоректік заттардың деңгейін көтереді. Бұл ластаушылар дамушы елдерде нашар санитарлық жағдайларға байланысты көп мәселе тудырады. Ағынды сулардағы ластаушылар судағы тірі ағзаларды өлтіріп, сол суды ішкен адамдарға инфекциялық аурулар алып келеді. Өндірістік қалдықтар құрамында көбіне сынап сияқты улы заттар болады, және олар жақын маңдағы су арналарына түсуі мүмкін. Бұл теңіз тіршілігі үшін өте қауіпті, және уланған балықпен қоректенетін адамдар үшін өте зиян. Сондай-ақ, суды ластаушы мұнай, қышқыл жаңбыры және радиоактивті қалдықтар сияқты өзге де заттар бар. Судың ластануы әлемдік мәселе.
Егер бұл баға жетпес ресурсты қорғағымыз келсе, осы салада халықаралық ынтымақтастықты дамыту қажет. Ендеше оқушылар, біздер бейнефильммен таныссақ, қандай әсерде болдық? Әрине, біздің жан дүниемізге қазіргі су ортасының осыншама дәрежеде ластануы, адамдардың жаңағы жауапсыздық іс-әрекеттері, осының барлығы да, керісінше адамның өзінің денсаулығына, оның өміріне тікелей қауіп туғызып тұрғандығын білдік деп ойлаймын. Біздер онда мынандай шығармашылық жұмысқа кірісіп көрейік барлығымыз. Тапсырма: сөйлемді аяқтаңыз. Экологиялық қауіпті апаттардың алдын алу үшін. Екінші, табиғатты ластанудан қорғау үшін ұсынамын. Менің табиғатты көркейтуге қосар үлесім. Төртінші, экологиялық тәрбиені қалыптастырудың жолдары. Ендеше біздер ойланып, одан соң осы тапсырманы орындап көрелік. Сөзіміздің дәлелді болу үшін су бассейні ластануының негізгі себептері тазартылмаған ағын суларды өзен, көлдерге жіберу деп жатады. Бұған жол беретіндер кімдер екен? Біріншіден, тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтары. Яғни, күнделікті қала немесе үлкен ауылдардың өзіндегі болып жатырған қалыптасқан жағдай. Өнеркәсіп орындары. Біз ойлайық, әлемде өнеркәсіптің сан саласы бар, әлем бойынша. Ал солардың барлығы да 90%-ға жуық су тұтынады. 90%-ға жуық суды тұтынады. Немесе ауыл шаруашылығын алып көрейік, ол да сусыз жұмыс жасамайтыны белгілі. Екіншіден, ауыл шаруашылығын химияландыру процесі қазір үдеп бара жатыр. Барлық тыңайтқыштарды қолдану, немесе улы химикаттарды қолдану, бұлардың барлығы да ізсіз қалмайды. Яғни, жер асты сулары арқылы барлығына да тарап отырады екен. Я болмаса, халық шаруашылығының басқа салаларында айтып кетуімізге болады. Судың ластануы көп түрлі, әрі ең соңында су экожүйесін білдірумен аяқталады дейді. Бұның біз тура қазіргі таңда куәсі болып отырған жағдайымыз бар. Мысалға, біз өткенде айттым мен, Европадағы үлкен үшінші өзен біздің Жайық өзенін алып көрейік. Жайық өзені. Ал осы Жайық өзенінің қазіргі жай-күйі адамзат баласына болғанда қалықтай. Ол тек қана бізге қатысты емес, Ресейге де қатысты проблема. Ал осы Жайық өзенін улайтын, Жайықтың жоғары жағындағы Ресейдің көптеген жаңағы металлургиялық зауыттары орналасқан ірі қалалары. Немесе мынау Жайықтың ірі саласының бірі Елек. Осы Елек Ақтөбе облысында. Ал Ақтөбедегі ірі химиялық зауыттар, ферроқорытпа зауыттары суды көптеп пайдаланады. Және оның шайындыларын осы Елекке жіберіп отыр. Яғни 6 валентті химиялық ірі улау жаңағы процесі қалыптасты да, қазір Жайықтың суы да адам айтқысыз деңгейде ластанған екен. Ол жөнінде көп әңгімелер айтуға болады. Ертіс өзенінің мысалы ластануы, Есілдің ластануы жаңағы, немесе Сырдария өзендерінің ауыл шаруашылық мақсаттағы жаңағы жерді пайдалану кезінде улы химикаттармен ластану дәрежесін айтуға болады. Бұл бір ғана мен де Қазақстан бойынша айтып тұрмын. Ал ол әлем бойынша қаншама су бассейндерінің қазіргі ластанулары. Енді осыған тікелей жауапты, табиғат қорғау шараларын тікелей жауапты кімдер? Әрине біздер. Ол жергілікті атқару органдары. Ол әрбір қалада, әрбір ауылдағы атқару органдары, әкімдіктер. Бұлар сонда не істеу керек деген сөз. Ең бастысы міне азаматтардың экологиялық ақпараттың уақытылы, толық сенімді ақпарат алу құқығын қамтамасыз ету мақсатында қоршаған орта сапасының жай-күйі туралы жұртшылықпен үнемі кездесіп және есеп беріп отыруы тиіс дейді. Кез келген жаңағы тұрмыстық қалдықтардың, шаруашылық қалдықтардың түрлерін
өңдеу үлесін арттыру дейді. Бұл мәселе өзекті мәселе, әлем бойынша өзекті мәселе. Яғни қалдықсыз технология процесін жүзеге асыру. Бұл Европада дамыған елдерде, ақш-та, Канадада, немесе басқа да дамыған елдерде бұрыннан бері қарай, мынау 70-ші жылдардан бері қарай қолға алынған болса, бізде жаңадан ғана алынып жатыр. Ал бұл да алаңдатарлық жағдай. Енді шығындыларды, қоршаған ортаға белгілі бір ластау заттардың шығындыларына тыйым салу дейді. Қазір бізде пайдаланылмайтын жаңағы химия өнеркәсібінің өнімдері жоқ. Қарапайым жаңағы тұрмыстық пакеттер, немесе пластмасса бұйымдары. Яғни ғасырлар бойы еш уақытта да жаңағы ыдырау процесіне берілмейтін химиялық өнімдер. Бұлардың өзін табиғи ортаға тастау, бұл өте табиғатқа қиянат келтірумен бірдей. Үлкен әсер, яғни антропогендік әсердің ең бір жаман түрінің бірі осы. Ал бұл әлем бойынша, барлық елдер бойынша әрбір ірі қаланың өзінің маңындағы қыл-қоқыста толып жатырған дүние. Міне біз үлкен жаңағы масштабта ойлайтын болсақ, бұның әсерлерінің өзіне де тыйым қажет екен. Біз енді өзіміздің бүгінгі жаңағы алған білімімізді жайлап тексеріп көрейік. Яғни табиғатты ластаушы көздер дейді. Бұл ластаушы көздер сіздерге төменгі сыныптардан таныс. Ол табиғи және жасанды болып бөлінеді. Біз осы жаңағы ұяшықтарға өзіміздің жаңағы бар білгенімізді толтырып көрелік. Қандай шешім қабылдадық? Әрине, қоршаған ортадағы табиғи жаңағы ластаушы көздер бұл ежелден бері қарай келе жатырған жер сілкінісінен пайда болатын, немесе мынау ірі геосинклиналдық аймақтарда, Европада, немесе мынау Тынық мұхиты альпілік жаңағы, болмаса міне Кордильер Альп тауларындағы, болмаса мынау Африканың орталық бөлігіндегі таулар, бұлардың көпшілігінде әлі күнге дейін тау құралу процесі бөліп жатқандықтан вулкандық әсерлер бар. Міне кратерден шыққан жаңағы күл-қоқыс былай қарағанда. Болмаса табиғи орман өрттері, табиғи құйындардың өзі адам айтқысыз түрде табиғатқа зиян келтіреді екен. Ал енді жасанды міне көріп тұрмыз, өнеркәсіп орындары, немесе адамның тікелей шаруашылық әрекетінің нәтижесінде болатын ластау түрлері екен. Өте жақсы, мен сіздер шешім қабылдады деп ойлаймын. Енді сабағымыздың қорытындысында, яғни сонымен қоршаған ортаны қорғау мен адамның өмір сүру үшін қолайлы жағдай туғызу әрбір зайырлы қоғамның, әрбір зайырлы мемлекеттің өзінің ең басты ұстанымы болуы тиіс екен. Онсыз біз қазіргі кездегі антропогендік өзгерістерге, яғни зиянды өзгерістерге тоқтау сала алмайды екенбіз. Қоршаған ортаны қорғау дегеніміз негізінен қоршаған ортаның табиғи жағдайын жақсарту, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, табиғи байлықтарды сақтау және көркейту негізінде әр адамның өзінің үлес қосу екен. Бұған біздер де атсалысамыз деп ойлаймын. Әрине, экологиялық мәдениет, табиғи ортаға деген жанашырлық, бұл біздің ұлттық жаңағы өнегеміз, тәрбиемізде ежелден қалыптасқан нәрсе. Бұл біздің бойымызда бар. Тек қана соны біз қай уақытта да өзімізше жүзеге асыруға тиісті екенбіз. Ендеше біз бүгінгі сабақтан алған әсерлеріміз жөнінде де ой бөлісуге болады. Міне, нені білдім, нені білгім келді және қандай ұсыныс айтамыз. Бұл жөнінде де біз ойланып көрелік. Ендеше оқушылар, біздер бүгінгі сабағымыздың қорытындысына сай үй тапсырмасын жазып ала қояйық. Міне мынада тұр. Қоректік тізбектің мағынасын ашып, эссе жазыңдар. Яғни биогеоценоздағы табиғи ортадағы қоректік тізбек, міне осыған байланысты біздер дұрыс мағыналы эссе жазуға тиістіміз.
табиғи ортадағы үлкен жаңағы қоректік айналым. Бұның өзінің қандай әсері бар табиғи ортаға? Осының барлығында біз жақсылап тұрып жазуға тиістіміз. Ендеше сабақ түсінікті болса, қош, сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.